Достар, 9 ақпан мұзбалақ ақын Мұқағали Мақатаевтың туған күні. Соған орай ақын жайлы 10 дерек. Ақынның балалық шағы қазақтың басына түскен қайғы қасіреттермен тұспа-тұс келді. 1932-33 жылдардағы ашаршылық кезінде ақынның жасы небәрі 1-2 жаста болды. Одан кейінгі 1937 жылдағы саяси қуғын-сүргін кезінде ақын 6 жаста еді. Ал екінші дүниежүзілік соғыс басталған кезде ақын 10-да болды. Болашақ ақын ер мінезді әжесі Тиынның тәрбиесін көріп өседі. Кішкентайынан ертегі аңыздарды сусындайды. Өзінің туған анасы Нағиманы жеңгесіндей көріп, Нақа деп атап кеткен. Мақатаев 14-15 жасында ақын болуға бір жолы бел буады. Ол қазақ әдебиетімен қатар әлемнің классиктарын бірдеммен оқып шығады. Ол Гейне, Гёте, Данте, Шекспир, Лондон, Гюго секілді классиктердің еңбегін жоғары бағалаған. Ол сол замандағы көп адамдардың қол жете бермейтін оқу орындарға өзінің ізденісінің арқасында түседі. Алғашында Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетінің студенті болады. Одан кейін шет тілдері институтының студенті болады. Соңында сол институттың заң факультетінің студенті болып оқу тәмамдайды. 1973 жылы Қазақстан жазушылар одағының шешімімен Мәскеудегі Максим Горький атындағы әдебиет институтының студенті атанады. Өмірдің түрлі қалтарыс-бұлтарысын көрген ақынның сана сезімі, ақыл ойы ерте жетіледі. Ол өмірлік жары Лашынға 18 жасында үйленді. Оның лирикалық өлеңдері сол кезде жазыла бастады. Аңыз тұлға өзінің қызметтік жолын ауылдағы мектепте орыс тілі пәнінің мұғалімі болып бастайды. Содан соң аудандық газетте тілші болады. Кейін барлық ақын жазушылардың мекені болған рухани астанамыз Алматыға көшіп барады. Қызметтен қызметке ауысып, пәтерден пәтерге көшіп, тағдырдың тапшылығын көреді. Ақынның талантын танып, ең бірінші мақаласын Қазақ әдебиеті журналына жариялаған Әбділда Тәжібаев атамыз болады. Ақынның тағдыры да оңай болмады. Оның тұңғыш қызы Ләззат қайтыс болып, кейіннен екінші қызы Майгүл автокөлік оқиғасында жан тапсырды. Оның қыздарына деген өлеңдері қазақ әдебиетінің классикалық туындыларының қатарында тұр. Жарты ғасырға жуық ғұмырында Мұқағали 1000-нан астам туындыны дүниеге алып келді. Ол өлеңдер, әңгімелер, повестер, поэмалар, пьесалар. Аударма саласында да бағын сынап, Дантенің құдіретті комедиясын, Шекспирдің сонеттерін, тағы да басқа әлемдік туындыларды аударды. Мұқағали Мақатаевты өзінің ортасы мойындаса да, көп туындылары Қазақ әдебиеті газетінде сынға ұшырады. Орынсыз сында болды. Ақынның өзі де сыни жанрда қалам қозғап, бірнеше туындыларға талдау жасаған болатын. Мұқағали ауруға шалдығып, өмірінің аз бөлігі қалғанын дәрігерлерден біліп алады. Сөйтіп бар мүмкіндігін өлең жазуға арнап, 12 жылдың ішінде 8 жыр жинағы жарық көреді. Оның асығу керек қалайда уақыт саған қарайма деген өлеңі сол ауруға шалдыққан жылдары жарық көрген.